Бәріне сәлем. Бұл видеода біз резеңкелі матрас тысын тігуді үйренетін боламыз. Ол үшін үйдегі матрастың көлемін есептейміз. Менде 160-та 200 см болатын матрас. Матрас көлемін өлшеп алғаннан кейін бізге қажетті мата ұзындығын шығару керек болады. Ол үшін 4 жағына да 30 см тігіске береміз. 30, 30, 30 және 30. Сонда 160-та 200 сантиметрлік матрасқа бізге 220-да 30, 230, 260 сантиметр болатын матаның бөлігі қажет болады. Мынау біздің матамыз болсын. Матадан бөлек бізге ені 5 мм, ұзындығы 2 метр болатын осындай резеңке қажет болады. Ендеше тігуді бастайық. Матамызды бір үтіктеп аламыз. Содан кейін теңдей 4 бөлікке осылай бүктеп аламыз. Сосын мына матаның 4 бұрышы қосылған жерді алып келеміз. 28-де 28 болатын матаны қиып аламыз. Матаны оң қаратамыз. Әр бұрышты осылай алып келеміз. Бір-біріне қосамыз. Оң жағынан шетіне 5 мм жеткізбей тігіп аламыз. Мінекей 4 бұрышында тігіп алдық. Енді теріс қаратып, мына бұрышты шығарамыз. Шетіне 1 см жеткізбей тігіп аламыз. Мінекей осылай 4 жақты тігіп аламыз. Сонда бізде сыртынан да ішіне де таза өңделген бұрыш пайда болады. Енді бізге матаның қысқа енін алып келу керек болады. Яғни 160 см жақты алып келеміз. Мынау менде макет болғандықтан мына жерді 160 см деп есептеймін. Содан кейін матаның бұрышын осылай жатқызып, мінекей, мына бүктелген жерді белгілеп аламыз. Осы жерден 2 см сызамыз. Мінекей, мына бұрыштан 2 см, және мына бұрыштан да 2 см. Мінекей, ұзынырақ белгі қалдырдық. Енді бізге матаның мына бөлігін өңдеу ғана қалды. Ол үшін бірінші 1 см-ге, содан кейін 1 см-ге бүктеп, шетіне 1 мм жеткізбей айналдыра тігетін боламыз. Бірақ бағанағы 2 см-лік аралық қашықтықты тікпей қалдырамыз. Екі жағынан закрепка беріп, толықтай тігіп шығамыз. Мінекей, матамыздың бөлігін қайырып тігіп алдық. Бағанағы белгі қалдырған жерлерді мінекей ашық қалдырдық тікпей. Енді бізге ұзындығы 1 метр болатын 2 резеңке қажет болады. Резеңкені мына бірінші тесіктен өткіземіз. Мынау матамыздың қысқа ені 160 см жағы, және мына екінші тесіктен шығаратын боламыз. Мына сызылған жер бойынша алдыға артқа 2-3 мәрте тігіп аламыз резеңкемізді. Мінекей, резеңкенің екі басын тігін машинасында тігіп алдық. Осымен біздің резеңкелі матрас тысымыз дайын болды. Өте әдемі және сапалы шығады. Сіз де тігіп көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлхан.